Сәлем достар, бүгін бүйрек үсті безінің ісіктеріне тоқтала кетейікші. Бүйрек үсті безі адамда екі жағында да бүйректің үстінде орналасқан. Ол организмге өзі гормондар бөледі. Кейбір жағдайларда сол бездерде ісік пайда болады. Бұндай жағдайларда қандай белгілер адамда болады? Көбінесе адамда бірінші бұл қан қысымының жоғары көтеріліп кетуі, 200-ге дейін көтеріліп криз болуы мүмкін, жүрек қағысының өсіп кетуі мүмкін, қорқыныш сезімдері кейбір адамдар толып кетеді. Осындай жағдайлар болатын болса, міндетті түрде сіздерге компьютерлік томография жасау керек іш қуысының. Егер онда бүйрек үсті безінің ісігі бар болатын болса, онда міндетті түрде эндокринологқа қаралу керек. Бұл жағдайда бұл бүйрек үстінің безінің екіге бөлінеді: қатерлі ісік және қатерсіз ісік. Және бұл бүйрек үсті безінің ісіктері тағы да екіге бөлінеді. Олар гормонның бөлуіне байланысты гормон бөлетін түрі болады және гормон бөлмейтін түрі болады. Сіздер бұл диагноз қойылғаннан кейін, эндокринологтан консультация алғаннан кейін міндетті түрде хирургқа келесіздер. Хирург сізге қарап, қандай тәсілмен операция жасауын айтады. Біздің ұлттық ғылыми медициналық орталығында бұл операциялар лапароскопиялық жолмен жасалынады. Денеде 3-4 тесік порт арқылы жасалынады. Сондықтан сізде егер осындайда бір шағымдар пайда болып, диагноз белгілі болатын болса, міндетті түрде консультация келулеріңізді сұранамыз. Сіздермен болған Нұрбек Қасымұлы.